Ассалаумалейкум, Ділмір ата, қалыңыз қалай? Міне, биогумус пен эмбактерияның ерекшелігі. Мынау міне бір түп, мына жерден қазір қазып алып шықтық. Общий картоп тағы көрсетеміз. Міне. Мынағандай алақан мәзер сиіп тұр. Біреу. Міне, екеу тоже алақан мәзер сияды. Үшіншісі. Міне, төртіншісі. Міне, бесіншісі. Алтыншы. Жетінші, сегізінші, мынандай. Тоғызыншы, оныншы, так, 11-ші, міне, 12-ші, жалпы міне бір түптен мынандай дәу 12 картоп шықты. Біз картоп қазуды жалғастырып жатырмыз. Бетін шөп басып кеткен. Сол шөпін бір ағамыз тазалап жатыр. Осындай қаралмаған жағдайда мына шөптің арасынан міне уже картоптар сабағын жұлған кезде жылынып шыққан. Түрлі жағдайлар. Картоптар. Сабағын мына бір жерде сабағын жұлған кезде астынан картоп шыққан ғой. Құдды бір мына жерге картоп көміп қойған сияқты ғой. Бір жерде осылай жатыр. Ассалаумалейкум, Ділмір атаға, қалыңыз қалай? Міне бүгін Герман Николаевич 6 гектар жерді міне картопын қазып жатыр. Бұл жерге 68 куб биогумус, сосын эмбактерия берілген. Результат міне әдемі. Эмбактерия мен биогумустың нәтижесі осылай болып тұр, жақсы өте. Міне терілген картоптардан енді іріктеп салмаған өлшектеп алып келгенбіз. Міне соның ішіндегі мына біреуі мысалға 1 килограмм 12 грамм шығып тұр. Яғни 1 килограммнан көбірек шықты. Қалғандарды сол 900 маңайы. дейді. Көмір жерге 620, 640, 760 дейді. 500. Сонда жарты килограмм ғой? 500-ден жоғары барлығы. Сол маңай. 510. Бәрі